Поль Лабиль Погба 1993 жылы 15 наурызда Лани-сюр-Марн қаласында туылды. Француз футболшысы. Манчестер Юнайтед футбол клубы мен Франция құрама командасының жартылай қорғаушысы. Поль алғашқы мансабын 6 жасында мектептік Руасси-Анбри клубында бастады. Сол жерде 7 маусым өткізіп, Торсей командасына қосылып, 1 маусым ойын ойнап, капитан атанды. Оның Гавр ойыны үшін көптеген европалық клубтарды қызықтырды, соның ішінде Арсенал, Ливерпуль және Ювентус. 2009 жылы 6 қазанда Погба ресми түрде Манчестер Юнайтедқа көшті. Алғаш рет қызылдар үшін жастар командасында ойнап, Кру Александр клубына қарсы ойнаған болатын. Бірақ дебюті әсі сәтті өткен жоқ, себебі командасы 2-1 болып жеңіліп қалды. 2010 жылы Манчестер Юнайтедтің қосалқы командасына шақырылып, 2010 жыл 2 қарашада алғаш матчын Болтон Уондерерс клубына қарсы өткізді. 2011 жылы 19 ақпанда Погба негізгі құрамаға Англия кубогіндегі Кроули Таунға қарсы ойында шақырылып 42 номер алды. Алайда матчта алаңға шыққан жоқ. Алғашқы рет алаңға 2011 жылы 20 қыркүйекте Лидс Юнайтед клубына қарсы ойнады. Екінші рет қызылдар үшін Олдершот Таунға қарсы ойнады. 2012 жылы 31 қаңтарда АПЛ-да алғашқы матчын Сток Ситиге қарсы өткізіп, Хавьер Эрнандестің орнына алаңға кірді. 2012 жылы 3 шілдеде сэр Алекс Фергюсон Погбаның ресми түрде контракты бітіп, оны созбаған туралы жариялап, Поль Манчестер Юнайтедтің ойыншы емес екенін айтты. 2012 жылы 3 тамызда Погба Ювентуске ресми түрде көшіп, 4 жылдық контрактқа қол қойды. 1 тамызда алғаш матчын Бенфикаға қарсы өткізіп, 78 минутта Андре Пирлоның орнына шықты. А сериясында Погба алғаш рет Киева клубына қарсы матч өткізді. 2012 жылы 20 қазанда Наполиге қарсы матчта ауысып кіріп, алғаш голын соқты. Жаңа маусымның басталар алдында 2015-2016 жартылай қорғаушы бұрын Александр Дель Пьеро және Карлос Тевес ойнаған 10 номерді алды. Погба Ювентус тарихындағы 19 жасында 5-тен артық гол салған екінші ойыншы болып тарихта қалды. 2012 жылғы жастар әлем чемпионатында Погба француздардың капитаны атанып, 4 матч өткізіп, 2 рет голмен ерекшеленді. Турнирде Франциямен бірге 3-ші орын иеленді. 2014 жылға әлем чемпионатына барып, команданың негізгі ойыншыларының бірі атанып, турнирдегі үздік жас ойыншы атанды. 2016 жылы Поль Погба Манчестер Юнайтедке 110 миллион евроға ауысады.